Құрметті Баталов Амандық Қапасович, сізбен кездесіп, қызыңызбен таныстырып, сізбен сөйлескім келеді. Біздің ортамыздағы адамдар сізге қалай жеткізетінін мен білмеймін. Соның жаңағы қазір мен түсінгенімше, сіз осы жағдайдың білесіз ба, білмейсіз ба, мен күмәнім бар. Сізге басқа адамдар басқаша жеткізетін сияқты, мен естуімше. Және де сіз айтады екенсіз, мен ақшаға тоймайды депші. Сіз мүмкін беріп жатқан шығарсыз қызыңызға, ештеңкеге қиналмасын, мен қызым осы апарып бер деп мүмкін беретін шығарсыз. Бірақ ондай ақша мен алып жатқан жоқпын. Сізге де өзіңізге талай жазғанмын, кездесуді де сұрағаннан шаршадым, жалынғаннан шаршадым. Каждый раз 70 000 теңге берш, қосымшасын төлеу керек, анаған ақша берш. Мен жалынам, сіз мүмкін білмейтін шығарсыз. Бірақ мен кәдімгідей WhatsApp-тан жазғанда жалынам, пожалуйста деп жалынып кетемін ғой. Сіздің қызыңыз өте қолөнерді жақсы көреді, неше түрлі жазық, киім тігуді, моншақтармен неше түрлі жасағанды, сумка бәрін жасайды. Ол қолынан бәрі келеді қыздың. Болды, соны ғана айтайын дегем. Мен сізге осы неге KZ-ке хабарластым ғой. Енді бұйыртса осы видеоролик шығып болғаннан кейін, егерде маған бірдеңке болып жатқан жағдайда, немесе менің қызыма, балаларыма бір жағдай болып жатса, мүмкін менің де көзімді құртып жіберуі мүмкін ғой осы видеодан кейін. Егерде маған бірдеңке болып жатса, осы видеомды сақтап қойыңызшы. Онда маған немесе мен балаларыма, жақындарыма бір жағдай болып жатса, онда менің Баталов Амандық Қапасович жауапты болады. 2011 жылы біз Баталов Амандық Қапасовичпен бір жаназада танысқан болатынбыз. Ол жерде, ол кісі ол кезде первый зам акима болып отырған. Әкім ол кезде Умбетов болған. Сол кезде ол кісі мені көріп, біреу арқылы номерімді алдыртып, қайта звондап, ол кезде мен ажырасқан болатынмын. 2 кішкентай баламен қолымда, жұмыссыз, балаларым өте кішкентай болды ол кезде. Сол кісі таныссақ, сөйлесейік деп мені шақырған. Сол кезде водителі келді, мені алып кетті. Ол кезде ол кісі Қазақстанский көшесінде үй болған, көшесі Қазақстанский. Сол квартираға бардық. Сол жерде отырып сөйлестік, ол кісімен таныстық, жақынырақ. Өте жақсы адам болып көрінді маған. Ол кісі айтты, мен өмір баянын сұрады, менің әкем жоқ, шешем жоқ деп айттым. Қазір 2 баламмен осылай жолдасын тастап кетті, не жұмысқа шыға алмайым. Жұмысқа шығам, бірақ елдің үйін жинайым, біреудің туалетін жуам, сөйтіп күнделікті табыспен тек қана үйге тамақ қана әкеле аламын да, бірақ квартирамды төлей алмай жүрмін деп, далада қалып қалған күндерім де болды деп, ол кісіге жылап айттым. Ол кісі маған айтты, сен уайымдама, мен саған көмектесем деп солай айтты. Кейін енді ол кісімен жақын қарым-қатынаста болдық. Қызыма аяғым ауыр болып қалды ол кісіден, Баталов Амандық Қапасовичтан. Кейін мен шынымды айтсам, мен баламды алдырамын деп ойладым. Ол кісіге айтпай, баламды алдырып тастасам ба деген ой болды. Өйткені енді ол кісі үлкен кісі, мен жаспын. Қалай болады? Мен қазір бұл кісіге айтсам қалай болады екен? Егерде ту деп айтып қалса, туған туысым бар, ел жұрт бар. Қалай болады деп мен шынымды айтсам қорықтым.
жанагы бала алдыруу дегенди де ондай ол кезде мен үчүн әлі күнге дейін солай, мен үчүн бала алдыруу деген ол өтө күнә, кеширилмейтин. Бірақ шынымды айтсам, мен 6,5 айга дейін жүрүп калдым, алдырууга дейін бардым. Уже жанагы тиридей баланы өйстіп алып, жанагы кесіп баланы соямыз деген кезде мен жылап шығып кеттім да. Ол кісіге айтканмын. Бірақ ол кісінің өзінің қолы босамай, көп жұмыстағы, ол кісі постоянно командировка дейді ғой. Бірақ біз телефонмен хабарласып тұратынбыз, ол кісі звондап тұратын, өйстіп семьяма кетіп баратырмын Алматыға, суббота воскресенье келем деп. Кейін уже ол кісі жоқ болып кетті. Мен сол кезде бір Nokia телефон ұстап жүргем, квартирамды төлеуім керек болды да, мен телефонды сатып жібердім. Телефон сатып жібердім да, мен 2-3 ай телефонсыз жүріп қалдым. Кейін мен жанағы қызымды босандым. Қызымды босанып, жанағы пособие дейді ғой, баланың беретін. Сол пособиямды алып, телефон сатып алғам. Бірақ ол кезде мен басқа чип сатып алдым даже. Ол кезде регистрация да жасамайсың, ештеңке жасамайсың. Сол кезде ол кісі өзі звондады. Я твой номер еле как нашел деп сөйтіп айтты. Ол кісі кішкене өзі орысша сөйлейді ғой. Мен айттым, сізге жанағы сюрпризім бар деп айттым. Осылай сюрпризім бар деп едім, ол кісі үндемей қалды, сразу түсінді. Өйстіп қыз босандым деп айттым. Ол кісі айтты, мен Алматыдамын, жақын арада келем Алматыдан. Сол кезде жолығып кездесейік деп сөйдеді маған. Мен жақсы дедім. Бірақ сол кісі одан кейін маған мүлдем хабарласпады. Мен де хабарласпадым. Өйткені жаңағы айтып тұрмын ғой, жаңағы туған туысым бар, ағайын туыс бар деп, қалай ойлайды, ертең не болады деп, кішкене қорқынышпен де өмір сүрдім. Кейін қызым уже 5 айлық, 6 айлық болған кезде мен ол кісіге қыздың суреттерін жіберіп отырдым. Ештеңке айтпай, жай ғана суреттерін ғана жіберем. Өзінен айнымай қалған суреттерін бәрін жіберіп отырдым. Ол кісі көреді, бірақ жауап бермейді. Ештеңке айтпай, жауап бермейді. Кейін бір жасқа келгенде сөйтіп жіберіп жүрдім. Қыз уже садикке баратын уақыт болды. Сол кезде мен ол кезде жұмыс жасап жүргем, уже жаңағы балаларымды қамап кетем, сөйтіп жұмыс жасап жүрдім. Кейін мен жаңағы ол кісіге айттым, сізден маған көмегіңіз керек. Мен қиналып кеттім, маған көмектесіңіз деп сөйдеп едім. Қанша керек деп жазып жіберді сразу. Мен жаздым, 100 000 теңге керек дедім. Жаңа квартирама төлегенге деп. Сол кезде ол кісі жаңағы өзінің шопырын жіберді, Николайды. Ол кезде шопыры болған ол кісі. Соны жіберді, сол кезде ол кісі келген кезде мен сразу танып қойдым. Ой, я же вас знаю, вы же помните меня 5 лет тому назад, осылай жаңағы есігінің алдынан алып кетіп жүріп едіңіз ғой деп едім. Нет, я тебя не узнал деді. Хоть он танып тұр мені, бірақ танымадым деп сөйтіп айтты. И содан бастап біз ол кісімен жаңағы WhatsApp арқылы ғана, егер де маған жаңағы көмек керек болса, мен ол кісіге WhatsApp-тан жазам. Ол кісі маған сөйтіп көмектесіп жүрді. Кейін мен ол кісіден жаңағы қызымның тегін сұрадым. Қызыма тегіңізді беріңіз деп, қашанға осылай жүремін деп, тегіңізді беріңіз. Немесе жаңағы қызыңызға мен қайта-қайта сұрай бермейтіндей маған көмек беріңіз деп айттым. Сол кезден бастап угрозалар басталды. Неше түрлі угрозалар басталды. Ол кезде уже 2018 жыл. 2018 жылда жаңағы ұлым есіктің алдында ойнап жүр. Бір номер звондайды. Телефонды алсам, жаңағы маған айтады, сіз, мына бала сіздің балаңыз ба дейді маған. Я, менің балам десем, ал сіз мені тыңдаңыз. Егер де сіз енді қарас біздің көкемізге хабарласатын болып, елек бірде көмек сұрайтын болсаңыз, мына балаңызды аяқ қолын сындырып, самокатымен қосып өртеп, өлтіріп кетеміз деп сөйтеді. Бірақ дауыс анада өте, мен шынымды айтсам, қатты қорқып кеттім. Жүгіріп балконға шықтым. Жаңа баламды айғайлап шақыра бастадым. Сон бұл екінші рет звондады.
сол кезде менде телефонымда диктофон болған, кім звондаса да дауысы жазып алатын. Соң бұл тұрып екінші рет звондады да күлді. Не, қорқып кеттің ба? Бұл саған первый и последний раз предупреждение. Ендігі раз біздің көкемізді мазалайтын болсаң, сенің қалан сыртына қол аяғыңды сындырып, сені қалан сыртына барып көміп кетеміз деді. Сен ешкім таба алмай қалады деді. Ұқтың ба деді маған. Ұқтым дедім. Мен қорқып кеттім, мен шынымды айтсам қорқып кеттім. Балам көрінбейді далада. Мен ойлап тұрмын ғой, қазір жоқ деп айтсам, мен баламды ары қарай алып кетем ма деп қорықтым да, ұқтым дедім. Бірнеше 4-5 рет айтты. Ұқтың ба? Ұқтым ба? Ұқтым дедім. Далаға жүгіріп шықтым. Баламды тауып алдым. Баламнан сұрадым, сені жаңа кім ұстап тұрды дедім. Десем, мама, сіз білесіз, бір аға келіп жүрсе еді ғой, бір толық аға деді. Негізі келіп жүрген жаңағы ақшалай алып келіп көмектесті, сол жаңа Марат деген кісі болған. Тоже водитель, акиматта, бірақ білмеймін, Баталов Амандық Капасовичтің водителі ма, жоқ, сменный водитель ма, мен оны білмеймін. Бірақ сол кісі де сонымен қасында деді, бір бойзын кепка киген аға деді. Содан қатты қорықтым, үйге келіп жаңағы есімді жинай алмадым. Одан кейін мен жаңағы Жазира Қамолданова деген кісі бар, Айша Бибі қоғамның төрайымы, ол кісі жаңағы көп балалы аналарға өзі көмек көрсетеді, ол кісі. Сол кісіге көмек сұрадым сол кісіден. Мен не істеймін дедім. Мен қорқам, осындай өйстіп айтып кетті. Маған деп едім, ол кісі айтты, сен қорықпа. Жаңағы мен сенің қасында болайын, біз арыз жазайық деді. Біз ДВД-ға жаздық. ДВД-ға арыз түскен кезде, жаңағы ол кезде полковник, кажется, Сарқытов болған, генерал Үмбетов болған. Сол Сарқытов жаңағы менің балаларыммен, 3 баламмен бірге мен ДВД-ның ішінде издеваться етті. Шынымды айтсам, издеваться етті. Жаңағы қалай дейсіз ғой, 11 сағаттап, 12 сағаттап, тамақсыз, сусыз, солай ұстады. Даже кірген кезде, жаңағы ДВД-ға кірген кезде журналға жазасың ғой, қай уақытта кірдің, қай уақытта шықтың. Сонда жаңағы Сарқытов кабинетінде отырып, даже подробность сұрап менен, жаңағы қарым-қатынас, сен квартираға барған кезде қалай, жаңағы қалай болдыңдар, не істедің, ол кісі қалай жатты, қалай тұрды деген сияқты бәрін подробность сұрап мен ол кісіге айттым, мен оны айта алмаймын сізге дедім, ол өте жеке мәселе ғой, мен сізге оны қалай айтамын, сіз мысалы менен үлкен адамсыз, мен қалай, сіз мен подружкам емессіз, мен сізге бәрін подробно айтып беретін дедім. Сен қазір айтпасаң, біз сені жаңағы жібермейміз, сені қамаймыз депші, бәрін подробно. Маған мен ол кезде енді жас болдым, шынымды айтсам, қорықтым, қатты қорықтым сол кездері. Өйткенде жаңағы мені бір қорғайтын адам болған жоқ та ол кезде. Мен ол кісіге жаңағы Сарқытовқа бәрін айтып бердім. Жаңағы өйткені олар мені заставляли, шынымды айтса, айтуға. Балалармен отыратын, балаларым ұйықтап қалатын орындықта. Күнде ДВД-ға шақыртады. Мен уже шаша кеттім одан. Потом Үмбетов, Ұрымханов генерал, ол кісі шақырып, жаңағы жұмысы сынды. Сен арызыңды ал, ештеңке болған жоқ деп, арызыңды жабайық. Саған біз осы жақта ДВД-ға сені жұмысқа тұрғызайық деп сөйдеді. Мен келіспедім оған. Өйткені менде опыт жоқ. Қазір о жақта істесем де, ертең мен білмеймін ғой, қандай жағдай болатын. Мені неше түрлі жағдаймен жұмыстан да шығарып жіберуі мүмкін ғой. Мен келіскен жоқпын. Сол кезде уже о кісілер ешқандай не болған жоқ. Вообще продвижение дейді ғой, сондай болған жоқ. Одан кейін маған Астанаға жазуға тура келді. Жаңа бүткіл аудиозапистерін бәрін флешкаға салып, бір флешкаға, бір дискқа салып, соның бәрін Астанаға, бәрін жаңағы қалай болды, қалай танысты, қалай осылай қорқытты мені, бәрін аудиозапистің бәрін Астанаға жібердім. Прокуратураға жібердім, президентаға жібердім, соңғы ішкі істер министріне жібердім. Солай арыз жазып, содан кейін барып уже қозғала бастады. Уже прокуратураға шақырды мені, областной прокуратураға. Сол жаққа бардып,
кейін енді уже Николай келе бастады, жаңағы арызыңды ал депші, жаңағы біз қорқытқан жоқпыз деп. Кейін оны уже следствие уже жаңағы мен Сарқытов қайтан шақыртты ғой. Сарқытов шақыртқанда біз таптық кім екенін, ол Сарыөзектегі бір инвалид кісі екен дейді. Мен айтам ғой, енді ол инвалид адам, мен балама қалай келеді? Өздеріңіз ойлаңыздаршы, енді Марат деген кеп тұр ғой, мен балам танып тұр мысалы оны. Ол инвалид адам деп айтып тұрған жоқ қой. Жоқ, ол инвалид адам, сені кеп қорқытқан, Сарыөзекте отырып қорқытып отыр сені деп. Солай енді. Мен ешкім тыңдаған жоқ ол кезде. Кейін подъезде қорқытты. Қолдарында пышақтары бар. Солай қорқытқан күндер болды. Бірақ мен одан ештеңесінен қорықпай, сол кезде маған олар бүйтіп айтты. Сен арызыңды алсаң, жаңағы біз саған көмектесеміз. Аяғыңа тұр, көмек жасайық, жаңағы бизнесіңді аш деп. Жаңағы үй алып берейік саған деп. Сонымен уже мен түсіндім, что уже жаңағы не Астанадан, не жаңағы осы Талдықорғандағы ешқайсысы маған көмектескісі келмейтіндігін түсіндім да енді. Ешкім көмектеспейтін маған. Мен уже арызымды алдым. Ол кісілер маған жаңағы торговый точка дейді ғой, неден, торговый домнан, сояқтан Қарағаштан алып берді отдел. Сол жақта мен саудамен айналыстым. Кейін ол кісілер маған өздері айтқан, үй алып береміз деп, бірақ созылып кетті да, 3 жыл. Мен бірақ оны каждый раз айтып отырдым: Николай, вы когда купите? Вы же обещали же, что купите мне дом. Әні деп, сонымен 3 жылдан кейін мен әрең дегенде жаңағы үйді алдырдым. Бірақ сол кезде біздің ортамызда медиативный соглашение болды. Сен осылай қағаз жазып бересің бізге, бірақ біз қызға жаңағы ай сайын жаңағы көмек көрсетіп тұрамыз деді. Жаңағы киімі бар, сабағы бәрін көмектесіп тұрамыз, оған уайымдама деп сөйтіп айтқан болатын. Бірақ сол қағазды жаздырып алғаннан кейін бәрі ұмытылып кетті да ол. Қайтадан мен уже звондаймын. Мысалы, Баталов Амандық Капасовичқа звондасам, ол кісі мен даусын естісе, жаңағы алмайды. Мен бәр жерде заблокировать етіп тастаған. Тек қана шопыр арқылы хабарласам. Шопырын айтам. Мысалы, 100 000 теңге сұрасам, или 150 000 теңге, осылай қыздың киіміне керек деп. Никогда маған 100-150 000 теңге бермейді. Всегда жаңағы 75 000, 80 000 сөйтіпші. И то, мысалы, бүгін сұрасам, бір аптадан кейін, 10 күннен кейін уже айғайлаймын мен. Жаңағы, енді мен сізге не қайта-қайта звондай берем ба? Мен сізге, я же вас прошу же деп, тездетіп көмектесіп жібермейсіздер ма деп. Міне деп, сөйтіп созып әрең көмектесетші. Кейін мен ойладым, былай болмайды. Мен лучше жаңағы қызымның әкесін, жаңағы фамилиясын әкесіне беріп, алиментке беріп, ай сайын алиментін алып отырайын деп сотқа бердім. 2020 жылы сотқа бердім. Сот басында алмады, адвокат жалдаған болатынмын. Қанша өтірік айтпасам, бір 4-5 ай арызданып жүрдім. Арызымды қайтарып тастайды. Кейін осы жерде бір кісіге жаздыртып, сол кісіге барып сотқа бердім. Қабылдады. Соттың өзі 1,5 жылдай болды. Тек қана жаңағы әкелік құқығын таныту үшін 1,5 жыл уақыт өтіп кетті. Сотта маған мысалы Нусипова деген судья қысым көрсетті, неше түрлі айтып, бүйтіп жаңағы неврежно сөйлесіп, даже ДНК-ға шақырды. ДНК-ға жасайтын қыз акасы Қарағандынікі екен. Қарағандының қызы маған хабарласты. Маған естіп шығып жатыр, кездесейік деп. Мен ол кісіге айттым, сіз сонда ол кісімен кездесіп, жаңағы ДНК-ны ол кісілер сатып алмақшы ма сонда депші. Егер де ДНК-ны сатып алатын болса, мен ары қарай да баратын болам. Неужели бізде Қазақстанда әділеттік жоқ деймін да? Мен болса независимыға барам, СМИ-ға шығам мен дедімші.
Сол кезде жаңа Қарағандының жаңағы ДНК жасайтын әйел, ол айтты, орыс екен, орысша сөйледі. Нет, вы не переживайте, я просто менің номерімді қайдан алды, сіз берді ма деп ойладым мен дейді. Мен сол үшін ғана звондап тұрмын, я с ними встречаться не буду деді. Кейін жаңағы сотым, жаңағы әкелік таныту 1,5 жылға созылды. Жаңа қалалық соттан, ювенальный соттан жеңіп шықтым 1,5 жылдан кейін. Ол кісі ДНК-ға келмеді. 3 рет шақырды, 3 ретте де келмеді. Ол жақты жеңіп шыққаннан кейін апелляцияға бердік. Ол кісі берді апелляцияға, областнойға берді. Областнойда также солай почти 1 жылға жуық, 8 айдай болды сот. 2 рет ДНК-ға шақырды, 2 ретте ДНК-ға келген жоқ. Кейін жаңағы областной неден соттан жеңіп шықтым қайтадан, ол кісі ДНК-ға келмегеннен кейін. Бірақ маған алиментті сол кезде кесіп бермеді сразу. Бұл кісі жаңағы айтып кеткендей, мамандандырылған деп айтамыз ғой, ауданаралық соттың, жаңағы жасөспірім балалардың сотының, мамандырылған сотының шешімімен 2022 жылы 24 қарашада жаңа менің қорғауымдағы адамның жаңағы талап арызы, біз енді орысша айта берген, об установлении отцовства в отношении Баталова Аманды Кагбасовича было удовлетворено. Установлено отцовство в отношении несовершеннолетнего ребенка 2012 года рождения. Ну, основанием для этого вынесения данного решения стало то, что ответчик, ну, известное было в наше время, в свое время лицо, он был акимом Алматинской области, ушел, я уже не знаю в каком году, но он у нас работал порядка, наверное, 20 лет здесь. Был сперва первым заместителем, потом стал акимом области. Суд, как сказала моя доверительница, шел очень долго. Это было очень такое, как сказать, волокита была там. Она неоднократно жаловалась в вышестоящие органы, в прокуратуру. И вот, естественно, суд назначает по таким делам, однозначно назначает экспертизу ДНК для установления отцовства. То есть там экспертиза дает 99,9%, если подтверждает, дает или отрицательный, или подтверждает 99% отцовства. Ну, господин Баталов, наверное, пользуясь своими как бы безграничными правами, он не явился на вызов суда. Неоднократно был вызван, не явился. Постановление о назначении вот этой экспертизы ушло, как сказала моя доверительница, в Караганду. Это не назначалось сюда. Естественно, он должен был сдать биоматериалы здесь, в городе Талдыкургане. Потом эти материалы туда передавались. Естественно, он не явился. И у нас есть такая норма закона, когда если сторона удерживает у себя доказательства, суд выносит однозначно это решение. То есть было установлено, что доказательство, раз он удерживает это доказательство, то значит он признает ее. Естественно, если бы вдруг он выдал бы биоматериалы, а вдруг оно вышло бы отрицательным. То есть он сам знал заранее, что оно будет положительным. Результат, поэтому вот такое решение суд вынес без судебной экспертизы, вот эта генетическая экспертиза вынес решение. Здесь, вот здесь даже, смотрите, судами первой апелляционной инстанции, в том числе для проверки доводов ответчика, по делу неоднократно назначалась судебно-молекулярно-генетическая экспертиза. Однако ответчик не являлся в экспертное учреждение для сдачи биоматериалов. Поскольку Баталов уклонялся от участия в производстве экспертизы, чиня препятствий в ее проведении, то местные суды в соответствии с правилами части 8 статьи 82 правомерно признали факт отцовства ответчика в отношении ребенка 2012 года рождения установленным. Видите, вот такое. Это, и вот это решение суда, естественно, сторона, вот, как юристы или адвокаты господина Баталова обжаловали в областной суд. Ну,
Моя доверительница тоже права, этот суд тоже длился долго, хотя вот однозначно у нас он после вступления сразу отправляется в областной суд, и там в течение 1-2 месяцев там оно рассматривается. Оно рассматривалось в течение 4 месяцев, и снова его тоже туда вызывали неоднократно для сдачи. Они хотели проверить все-таки, назначить снова экспертизу, и, естественно, он тоже туда не явился, и решение суда первой инстанции было оставлено в силе. Ну, не соглашаясь с этим, они уже подали, Верховный суд подавали, уже в 2023 году. Значит, да, уже постановление апелляционной инстанции было 9 марта 2023 года, они сразу после этого подали в Верховный суд. Но Верховный суд также сказал, что здесь оснований для пересмотра решений нижестоящих судов не имеется. Ну, знаете, наверное, было, вот, как бы сказать, вот у нее тогда был другой адвокат, юрист, то есть не будем говорить, что это адвокат, это был юрист, и он не подал сразу на алименты. Не знаю почему. И после этого, как вот эти решения вступили в законную силу, в связи с тем, что они не стали добровольно там какие-то алименты платить со своей стороны, да, вот решение суда состоялось, моей доверительнице пришлось обратиться в суд снова в этот ювенальный суд о взыскании алиментов. Алименты были взысканы в сентябре. Она подала 23 года, алименты были взысканы судебным приказом. Они тут же его обжаловали, и судья, наверное, испугалась, или что, она отменила судебный приказ и сказала, чтобы мы обращались в исковом порядке. Вот поэтому нам пришлось обратиться в исковом порядке. Суд тоже у нас длился долго, я уже не знаю, когда мы... В январе, что ли, 5 апреля 2024 года это решением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних состоялось решение о взыскании алиментов с Баталова Амады Кагабасовича в пользу моей доверительности, о взыскании алиментов на одного несовершеннолетнего ребенка, то есть 1/4 заработной платы. Решение состоялось, и во время вот этого судебного процесса юристы ответчика, то есть в данном случае Баталова, подали в суд. То есть они начали ссылаться снова на это медиативное соглашение от 21 года. От 21 года медиативное соглашение. Они стали говорить, что мы уже эти алименты ей выплатили до суда. Да, в 2020 году. Якобы мы уже выплатили алименты. Мы начали оспаривать. Я сказала, а какие алименты может быть речь, если человек до настоящего времени не признает ребенка? Это суд признал. Он не признавал ребенка. Как он может? Суд признал в 22 году, в 23-м оно осталось в силе. В 22-м году, я вам говорю, в ноябре месяце 22 года. О каком может быть речь алиментах, когда он не признает? Теперь он установлен, его отцовство судом. И какие может быть алиментные отношения до суда? Они в браке не состоят. В законе так и написано, алиментное правоотношение между супругами, если они являются супругами, появляется сразу после рождения ребенка, а если не состоят, с момента установления отцовства. Правильно же? Ну, мало ли человек может утверждать, это отец. Это должен суд установить, является он, не является отцом. И знаете, вот когда они подали в апелляционный суд, вот тут началось. Мы приходим на процесс моей доверительницы, и вот она вот точно как вам начинает рассказывать в камеру, как все произошло, что вот были такие препятствия, что ее пугали. И вот председательствующий судья на тот момент, это, ну и сейчас он работает, председатель коллегии по гражданским делам Шушукаев, прямо в суде начал, знаете, лоббировать интерес ответчика. Он начал кричать на мою доверительницу, прерывать ее без конца. Знаете, как-то разговаривает прям так громко, как-то жестко. Ей пришлось сделать замечание. Хорошо, у нас сейчас камера называется аудио-видеофиксация в суде. Там протокол же не пишется, все фиксируется, вот это все аудио-видео. Она говорит, а что так можно, почему вы на меня кричите? Я тоже начала свои доводы говорить. Он начал вот эту медиацию, что это установлено уже. Он алименты перед ней ничего не должен, он уже выплатил. Я говорю, а как он выплатил, если он не признавал отцовство? Это, я говорю, может, он хотел какое-то свое доброе имя там спасти или что-то еще, какие-то другие моменты. В самом этом медиативном соглашении не написано, что это алиментное правоотношение. То есть это была не судебная медиация, это была какая-то медиация подпольная, в которой тоже были очень такие лица участвовали.
даже бывший аким города у нас Талдыкургана был. И эту медиацию они заключили как бы подпольно, а потом забрали. Вообще ей даже копию не вручили. Мы ее потом в суде начали уже, они когда предъявляли, мы взяли копию. Там об алиментных отношениях не написано. Они вот это заключили, якобы он передает ей дом, да, это был там дом, да, написан? Дом, да, в восточном микрорайоне. А потом она пишет расписку, что вот я такая-то, такая-то, отказываюсь от всех имущественных, неимущественных прав и об установлении отцовства, то есть алименты мне выплачены. Я говорю, а вы откуда знаете, что оно написано отдельно? Может, она, говорю, ее угрожали снова? Почему она должна, вот она расписку отдельно пишет? Ну, это совсем расписка, это не документ, никакой юридической силы он не имеет. Если заключена медиация, там должно было все вот это отражено быть. Вот так-то, так-то. Потом уже я смотрю, суд клонит, знаете, склоняется к тому, чтобы отменить решение первой инстанции. Вот он уже мне громкогласно вот сказал, что медиация, вы уже получили, что хотели. Что еще вы хотите? Зачем вы обратились в суд? И потом я была вынуждена написать жалобу в Верховный суд. У нас в Верховном суде, знаете, есть комиссия такая по рассмотрению, по качеству отправления правосудия. Я туда написала жалобу на суд, областной суд, именно на этот состав. В составе это было Шушакбаев, там, по-моему, был еще судья Тохпаев, и с Адвокасова у нас была докладчица. То есть материал, вот гражданское дело, материалы были у него. Я написала, что они проявляют явную заинтересованность лоббировать интересы ответчика, господина Баталова. Я написала, что здесь они неоднократно повышали голос на мою доверительницу. А также я сказала, что председательствующий на мои доводы никак не реагирует, не воспринимает, затыкает меня, неоднократно прерывает мою речь, и что мы сомневаемся в беспристрастности суда апелляционной инстанции. И в то же время я снова отправила в Верховный суд заявление об отводе всему составу суда области ЖТСУ. Я была вынуждена, потому что я поняла, что и в этом суде я не найду. Заявление об отводе само отдельно ушло, жалобу на действие судьи отдельно ушло. А потом я уже написала жалобу в администрацию президента на действия судей. Потом я написала жалобу генеральному прокурору. Я требовала от генерального прокурора, чтобы они обеспечили надзор прокурора, так как касается это интереса несовершеннолетней. Чтобы они обеспечили прокурорский надзор, чтобы там был прокурор, участвовал в этом суде. Естественно, я знаю, что это все, знаете, обращения спускаются ниже, и они спускаются снова в суд области ЖТСУ, ну, в областной суд будем говорить в данном случае. Но оно сыграло роль. Понимаете, оно очень сыграло свою роль. Сразу поменялся даже. Мне заявление об отводе сказать не удовлетворили, отклонили, но состав суда сразу поменялся. Председательствующим стал уже не Шушакбаев, председатель коллегии, а стал сам Кенебаев, председатель областного суда. Там второй судья поменялся вместе Тухпаева, ну, это осталось Адвокасова. И суд вынес решение в нашу пользу. Оставили решение суда о взыскании алиментов в силе. Ну да, мы думали, на этом этапе мы победили, потом начали взыскивать алименты, а алименты у нас оказались, знаете, с гулькин нос. Когда начали алименты, вот нам же взыскали алименты с период, когда отменили судебный приказ, это получается где-то 5-6 месяцев. С сентября месяца нам взыскали. В апреле же взыскали алименты. И когда оно вступило в законную силу, оно, естественно, сразу идет на исполнение. Мы обратились к частным судебным исполнителям города Алматы, так как господин Баталов проживает там. И, знаете, они определили задолженность там в размере всего там 300 с чем-то тысяч. Да, а 315 тысяч 036 тенге я пишу. Алименты были взысканы с 11 сентября 2023 года по 30 апреля 2024 года. Когда вот это мы посмотрели и поделили, там вышло всего 42 500, что ли, в месяц. Мы удивились, мы с этим не согласились. Мы частнику написала сразу заявление, чтобы установили его доход, истинный доход его. И они взяли его пенсию в размере 171 744 тенге. Мы с этим не согласились, и мы обжаловали действия ЧСИ в административный суд. Это называется СМАС города Алматы. Тоже, знаете, вот сразу поехала, снова начала там лоббировать интересы господина Баталова. И все, суд, этот суд тоже, это, знаете, не стал нас поддерживать. Мы сказали, знаете, человек на такую пенсию,
на такой доход, 171, он не живет на такой доход. Он был, как бы сказать, не последнее лицо в Казахстане. И считать, что он, кроме, после как на пенсию ушел, уже он не является как бы пенсионером, который пассивный там лежит, и это у него имеется, естественно, другой доход. И имеется бизнес большой, который мы все знаем, может, он переписан на кого-то. Имеется много недвижимости, которую он сдает в аренду. И также мы хотели вообще узнать, сколько у него там по банкам проходит. Даже пусть это будет злочастный наш Каспий, который у всех есть, даже у детей сейчас есть. Сколько же у него доход, сколько в месяц в текущем году, вот он, сколько месячно, и установить уж твердую сумму алиментов. Суд нам отказал. А судебный исполнитель говорит, а я не могу, у него нет задолженности. Естественно, он взял одним махом эти 315 тысяч, оплатил. Вот он вынес 30-го, он 30-го и оплатил ей. 30 апреля этого года он оплатил эту задолженность. И судебный исполнитель говорит, я не могу. Суд первой инстанции нам отказал, мы его обжаловали. У нас судом второй инстанции в Алмате является Алматинский городской суд. Мы обжаловали, но суд второй инстанции тоже нас не поддержал. Они говорят, вы можете снова обратиться к ЧСИ, чтобы он проверил его якобы счета. Первый раз он это значит, и потом вы повторно можете обратиться. Я говорю, а почему мы должны это делать повторно? Мы писали сразу, когда написала заявление, принять документы к исполнению и просит проверить его счета, там, его другие доходы. И суд нам отказал, и суд второй инстанции сказал точно так же нам, что мы не утратили, то есть, как сказали, мы не утратили право снова обратиться. Часы. Вот я снова обратилась. В настоящее время, а у него нет задолженности. Я не имею права проверять его счета. Понимаете, какой парадокс? Просто все знают, что господин Баталов не живет на одну пенсию. Он живет на широкую ногу, у него имеется недвижимость, как мы сказали. Даже в Дубае имеется недвижимость. У нас мы даже это в СМИ, даже у нас нет полномочий где-то проверять, как у адвоката у меня нет полномочий проверять. Понимаете, и вот где-то я нашла в это, что у него имеется недвижимость. У него и в Астане, и в Алмате. Это же в Талдыкургане у него есть, да, недвижимость, на которую, не знаю, он, по-моему, на него не оформлен, потому что потом-то суд истребовал. И в Дубае имеется недвижимость. То есть человек имеет все и, оказывается, имеет доход такой. В настоящее время вот мы снова обратились в ЧСИ, чтобы он проверил его счета текущие, чтобы мы могли обратиться в суд об установлении твердой суммы алиментов, чтобы оно было не с пенсии. Ну, знаете, они к нам тоже всякие какие-то, как предлагают нам, сейчас я не буду говорить, они предлагают нам другие пути решения, но на, как бы сказать, на какой-то конструктивные, знаете, у них предложений с их стороны нету, сказать, давайте этот вопрос решим раз и навсегда. Потому что, я говорю, ребенок растет, она очень активна, она у нас занимается танцами, да? И гимнастикой занимается. Очень такой, знаете, развитый ребенок, плаванием занимается, хорошо учится очень. И вот, знаете, на все это, на 42 тысячи, она не может ее содержать, и только ее. Ну, наверное, господин Баталов и его вот эти, так сказать, юристы думают, наверное, что она на эти алименты хочет содержать и других детей, там, знаете, ну, у других детей тоже есть отцы, там, она тоже, например, старается детей обеспечивать. Но весь вопрос в том, что человек, я думаю, у каждого человека, если наступили какие-то последствия от его действий, он должен за это отвечать. Он должен отвечать за жизнь, за воспитание, за правильное воспитание этого ребенка. Правильно же? Раз суд установил, он оспаривал сколько хотел, никто же ему не мешал. И суд же оставил в силе все, и решение об установлении отцовства оставил, и алименты оставил. И в настоящее время, что я считаю, что это не красит его, знаете, как гражданина Казахстана, не красит человека, который, занимавшего такой большой пост. Это ответственно, мы же говорим, их назначает сам президент, это государственный служащий высокого ранга, который считается у нас как корпус А, мы же говорим же. Назначает, как и судьи назначает президент. И этот человек, я тоже даже как-то в суде сказала, говорю, мне так интересно, как этот человек руководил областью, когда он не может разобраться в своих личных делах и в семье, там, обеспечить детей,
У него их не 7 по лавкам, у него 3 детей от первой жены, насколько мы знаем. И вот обеспечить вот 4-го ребенка, не значит, ему не под силу, я думаю. Ну и вот поэтому, наверное, моей доверительнице это не с моей подачи, это ее право. Я не могла ей запретить обратиться в средства массовой информации, сделать огласку этого, знаете, потому что мы поняли, что всякими правовыми путями мы ничего не можем сделать. Мы не можем пробить эту стену, мы не можем доказать, что он не живет на одну пенсию, мы не можем увеличить размер этого алиментов. И, знаете, они очень какие-то такие делают предложения, а потом сами же отказываются, сами же выходят с такими предложениями, потом сами же отказываются. Завтра ребенок вырастет, она узнает, кем она является, и ее воспитание, ее образование должно соответствовать. Мы считаем, что она этого достойна. Она не просилась на этот цвет, но ребенок есть ребенок, он есть. И нужны, для ее воспитания нужны денежные средства, нужно вложение. Мы же все вкладываем в своих детей, правильно? И я считаю, что это его прямая обязанность, вот, чтобы она именно достигла того уровня, который вот он дал своим детям, 3, правильно же? Поэтому я считаю, что именно этот ребенок не должен быть обделен этим вниманием и этими денежными ресурсами, потому что не знаем же, как аукнется в жизни. Қазақ айтады, Құдай біледі, кімнен жақсылықты көреді, өз баласына ма, или именно осы қыздан көре ма жақсылықты. Может, осы қыз атын шығаратын шығар, может, осы қыздан көретін шығар ертең күні. Может, она будет таким человеком, как он сам был когда-то, вот, ну, будем говорить, что не последнее лицо в государстве, да, то, может, она тоже будет таким человеком. И тогда же вот это он же может же сказать, вот я ее воспитал, вот я ее содержал, вот я ей дал все, что требуется, понимаете? Мы не говорим, что она его будет совершать, но имя громкое, и вот это все тоже, я считаю, соның жақсылығын көретін шығар деп ойлаймыз. Қыз өзінің номерінен жазған, жаңағы статусында, профилінде тұрады ғой, өзінің суреті. Ол кісіге жазған. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай деп өзі жазған. Бірақ ол кісі оқыды да, сразу заблокировать етіп тастады. Біз үйіне де барғанбыз. Талғарда тұрады ол кісі, Мичуринда. Үйіне барғанбыз. Сол кезде қызым қатты жылады. Сол кезде қызымның жылағанын көріп жүрегім ауырды. Мама, мен папам осындай үйде тұратын мен білген жоқпын ғой, қандай күшті үй, мама деп. Мен қалайыншы деп қайта-қайта барып есігін тоқылдатады. Мен айтам, тоқылдатпаш, қызым ұят қой, қазір шығатын шығар енді біреу десем, шықсын да енді тездетіп. Ана воротадан сығалайды. Мама, қандай күшті, мен білген жоқпын, папам осындай үйде тұратын білген жоқпын. Мен осы каникулда осы жаққа келейінші, каникул болады ғой, сол кезде мен жіберіңізші каникулға деп сөйтіп қатты сұранды. Сол кезде жаңағы қалай айтшы, охрананың старшийы сол жігіт шығып келді. Айты, ол кісі қазір мында жоқ, бұл жерде ешкім жоқ, повардан басқа, жұмысшылардан басқа ешкім жоқ. Мен сол кезде айтатынымды айтып кеттім. Сіз дедімші, анаған айтып, или мынаған айтып жеткізбейсіз, тікелей сол кісіге жеткізіңізші осыны. Жаңағы мүмкін ол кісіге мүмкін басқа информация баратын шығар. Мен естіп жатырмын, что мен туралы айтады екен, что ақшаға тоймайды деп. Ақшаға тоймайтындай маған ай сайын миллиондап, мысалы, или 500 мыңдап ай сайын беріп жатқан жоқ ол кісі. Үйіне барған кезде қайттық қой, біз қайтып баратқан кезде қызым қатты жылады. Мен сонда папамды көрмей кетем ба, ана жақтан болса да көрейінші деп, тек қана телевизордан ғана көрдім ғой. Мен даже қызымда жаңағы папасының суреті бар. Өзінің бөлмесінде жаңағы рамкаға салып қойған. Өзі айтады ғой, мен папама құсаймын депші, айтады. Мен папам сондай бастық болған кісі депші. Бірақ мен қызым айтам, сен подружкаларыңа жаңа ешкімге айтпа ондайды. Олай болмайды. Сен папаң жақсы адам. Ол саған көмектеседі, бәрін беріп жатыр. Ол сондай енді сондай жағдай болып тұр. Енді сен кездесе алмайды. Мен ол қызыма жамандамаймын. Өйткені біздің арамызда болып жатқанда жаңағы қыздың қатысы жоқ қой.
Сол үшін мен қызыма айтам, сен папаң өте жақсы адам. Ол кісінің қазір сондай жағдай, жұмыста шыға алмайды жұмыстан. Бір күні келеді деп айтамын, сөйтіп, бірақ көргісі келеді. Сол үшін жаңағы сіздерге обращение жаңағы хабарласқан, сол себепті көмек сұрап, өйткені ол кісіден бәрі көбісі қорқады. Даже адвокаттардың, қанша адвокаттарға бардым ғой, қанша адвокаттардан көмек сұрадым, бас тартады. Соттарда маған қанша қысым көрсетті. Біз әділдікке қалай жетеміз? Тек қана сіздер арқылы ғана. Сізден көмек сұрап, сол үшін хабарластым.